Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер. Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз гидротехникалық құрылымдардың жерасты суларының бөлшектері. Жалпы біздің бүгінгі сабағымыздың мақсаты студенттерге гидротехникалық құрылымдардың жерасты суларының бөлшектерімен таныстыру, су сүзілу құбылысы және су сүзілген есептеу мақсаттарымен таныстыру, флюид беттің бөлшектерін су сүзілуіне әсерімен таныстыру және су сүзілген топырақтың деформацияға ұшырауын және оның түрлерін үйрету болып табылады. Жалпы гидротехникалық құрылым су деңгейін көтеріп бөгегенде судың біраз көлемі жер асты арқылы сүзіліп ағып шығын болады. Егер сүзіліп ағатын су арынды болса, онда ол гидротехникалық құрылымның табанына төменнен жоғары қарай бағытталған қысым көрсетеді. Оны біз қарсы қысым деп атаймыз. Жалпы ағын су гидротехникалық құрылымдарда қолданылған флюид бетпен ағады. Флюид бет ол понордан, бөгет денесінен, суырмадан және резбермадан тұрады. Мына суретте олар көрсетілген және мелиоративтік жүйелерде құрылымдарда бөгет дене суырмамен бірігіп кетеді және құрылым табанының топырақпен жанасатын сызығын құрылымның жер асты сұлбасы және сүзіліп ағатын судың жоғарғы шекарасы, ал су өткізбейтін қабаттың төменгі шекарасы деп қабылдаймыз. Жалпы жаңағы флюид беттің құрылымдарына жеке-жеке тоқталатын болсақ, бірінші понор дегеніміз не? Понор деп отқанымыз ол жоғарғы бетке бөгеттің алдына салынады. Понорды су өткізбейтін материалдардан салады. Бұл сүзіліп ағатын судың жолын ұзартып, құрылым табанының топырағын беріктігін қамтамасыз етеді, яғни жуылуға қарсы тұрады. Және бөгет табаны мен суырмаға сүзіп ағатын судың қысымын азайтады. Және понордың конструкциясы және материалдардың оның табанының топырағын түріне қарай бөгет алдындағы ағынға және құрылымның класс капиталдығына байланысты қабылдайды. Ұзындығын 1 мен 3 аралығындағы H биіктікке дейін қабылдайды. H биіктік ол құрылым алдындағы су тереңдігі. Егер бөгет табаны су өткізетін топырақтан құралса, онда понорды саздақ бетоннан, саздақ бетон мен темір бетоннан соғады. Егер бөгет табаны су өткізбейтін топырақтан құралса, понорға су өткізбейтін материалдар, асфальтобетон, қарамай орналасқан және қарамайдан төсеніштер қолданылатын болады. Келесі суырма дегеніміз не? Суырма деп отқанымыз бұл құрылымның негізгі бөлігі болып табылады. Суырманың негізгі атқаратын жұмысы суағардан құлап аққан судың соққысын қабылдау және судың үлкен жылдамдықпен ағып өтіп, секретті аймақта құрылым табанының жолмауына жол бермеу болып табылады. Және суырма тағы да сүзілме судың арынын басып азайтуға көмектеседі. Суырмада табанына әсер ететін қысым, оның жоғарыдан әсер ететін қысыммен әлдеқайда көп болып табылады. Сондықтан суырманың қалыңдығын оның төменнен әсер ететін қысымынан қалқып кетпеуін қамтамасыз ететіндей етіп қабылдайды. Суырманың ұзындығын гидравликалық есептеулерге байланысты және қақпақтарды орналастыру, оларды көтеретін құрал-жабдықтар, қызметкерлер және көлік жүретін көпірлерді орналастыру мүмкіндіктеріне байланысты қабылдайды. Жалпы су тірек құрылымдар мен су өткізгіштер үшін суырмада H биіктік ол 2 мен 4-тің аралығында болу керек, ал суағар бөгеттері үшін 3 пен 5-тің аралығында H биіктік болу керек. Келесі резберма дегеніміз не? Резберманың негізгі атқаратын қызметі ол суырмадан кейін арна табанының жуылуына жол бермеу болып табылады. Сүзілме судың төменгі бетке кедергісіз шығуын қамтамасыз етеді. Арнадағы судың ағысының жылдамдығын төмендетеді. Астындағы топырақтың сүзілме сумен шайылудан қорғайды. Осыған байланысты резберманың табанын кері сүзілумен бекітеді, ал бетін кедір бұтыр қылып салады. Резберманың ұзындығы су ағынының жылдамдығын өзен арнасын жумайтындай дәрежеге жеткізетіндей болуы шарт. Және сүзілме судың жолын ұзарту үшін понор және суырма тұсында қадалы қабырға тісі қарастырылады. Жалпы судың сүзіліп ағатын суды есептеу тәсілдеріне келетін болсақ, сүзіліп ағатын суды есептеудің мақсаты оның гидротехникалық құрылымның жер астындағы көлденең бөлшектеріне, сүзілме судың қысымын анықтау үшін, сүзілме судың жылдамдығын анықтап, гидротехникалық құрылым табанындағы топырақтың орнықтылығын бағалау үшін, сүзіліп ағатын судың ағымын анықтау үшін жүргізіледі. Негізінен бұл деректер гидротехникалық құрылымның орнықтығын тексеру үшін және табанындағы топырақтың беріктігін анықтап, судың сүзілу арқылы қанша мөлшері шығын болатынын анықтау үшін қажет болып табылады. Бұл есептеліп табылатын шамаларды аналитикалық жолмен және эксперимент жүргізу арқылы біз табуымызға болады. Аналитикалық тәсілдер бұлар сүзілу есептерін гидромеханикалық және гидравликалық есептеу арқылы шешуге бағытталған. Аналитикалық есептеу тәсілдерінің негізін қалаған профессор Жуковский мен академик Павловский болып табылады. Теориялық жолмен флюид беттің жай сұлбасына сүзілме судың ағымын, арынның градиентін анықтайтын
сүзілме судың ағымы аумағындағы әр нүктедегі судың жылдамдығын анықтауға беретін негізгі теңдеулер шығарылатын болады. Гидродинамикалық тор құрудағы сызба жолы. Жалпы гидродинамикалық тор құруға сызба тәсілді қолдану аналитикалық шешімдердің бір шешімді болуына және белгілі бір шектеулі жағдайларды қабылдауға байланысты болады. Сызбаны тұрғызу негізіне ағынды сызықтары ол дельта және арын сызықтарын H эквипотенциал ортогональды болуы мүмкін. Ағын сызықтарының тең арын сызықтарын жәмендеп иілу мен үзілмеу шартты түрде қабылданған. Гидродинамикалық тор квадраттан тұратын жағдайда ол дельта L тең болады дельта S-ке тең болады. Екі тең арын сызығының арасындағы арын шығыны формуласы ол H тең H1 минус H2. Бұл жердегі H деп отқанымыз гидротехникалық құрылым алдындағы су арыны, ал H1 деп отқанымыз жоғарғы бефтегі су арыны. H2 деп отқанымыз ол төменгі бефтегі су арыны болып табылады. Және бұл жерде P белгі көрсетіледі. P деген ол арын белдіктері. Негізінен ол көп жағдайда P бізде 8-ге тең болады. Құрылым табаны топырағын сүзіліп ағатын судан жуылуы. Бұл сүзілме су ағымы құрылым табанына мынадан әсер етуі мүмкін. Ол механикалық суффузия, яғни сүзілме су ағымымен майда топырақ жуылып шығуы мүмкін. Химиялық калматаж ол майда топырақ түйіршіктері мен ірі топырақ қуыстарының бітелуі, топырақтың сүзілме су ағысымен итеріліп шығарылуы, төменгі бефке топырақ жарылып көтеріледі, және құм тектес топырақта топырақтың грифон түрінде көтерілуі өте қауіпті болып табылады, және сүзілме судың әсерінен топырақ қайнап жатқан су сияқты болады. Және топырақтың қабат-қабат бөлінуі саз топырақ пен құмның шекарасында бір-бірімен ажырауы, контактты жуылуы, ол ірілігі әртүрлі топырақтың арасында шайылып жуылуы мүмкін. Және топырақтың сүзілме судың әсеріне шайылуға қарсы тұру қасиеті, және оның сүзілме суға қарсы беріктігі деп аталып көрсетіледі. Құрметті студенттер, слайдымыздың соңында арнайы бақылау сұрақтары бар. Осы бақылау сұрақтарына дәптерімізге жауап жазып, маған жібересіздер. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.